Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Евразия бірінші арнасында тұсаукесер бүгіннен бастап басты прайм халыққа ұсынылмақ. Бүгінгі біздің тақырыбымыз үрей алып үлгерген Қытайдан шыққан қауіпті індет жайлы болмақ. Жалпы бұл бәлекеттің Қазақстанға жеткені рас па? Еліміздің оған қарсы тұратындай қауқары жетеді ме? Оны студияға келген мамандардың өзінен сұрап білеміз. Ең алдымен студия қонақтарымен таныс болайық. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі, ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының департамент басшысы Бекенов Жұмабек Елтекұлы, саламатсыз ба, және де психолог Ғалияш Махашева. Саламатсыздар ма? Ең алдымен экранға назар салайық. Әлемді алаңдатқан коронавирус дертінен Қытайда 80 адам өмірмен қоштасқан. Бұл тек бүгінге дейінгі мәлімет. Қазірде 15 мыңнан астамы дәрігерлердің бақылауында. Нақты 2 мыңның үстінде тұрғын қатерлі дертті жұқтырған. 237-сі ауыр жағдайда екен. Алайда дәрігерлердің көмегімен 39 науқас бұл дерттен жазылып, ауруханадан шықты дейді дерек көздері. Қазір Қытайдың 24 провинциясында карантин жарияланған. Жұртты дүрліктірген коронавирус ауруының бұған дейін адамзат 6 түрін біледі екен. Қытайдағы жаңа 7-ші түрі жарқанаттан жыланнан адамға жұқты деген болжам бар. Жұқпалы дерт Таиланд, Жапония, Оңтүстік Корея, ақш, Вьетнам, Сингапур, Непал, Франция, Австралия, Малайзия мемлекеттерінде де тіркелген. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі аспан асты мемлекетіне әзірге сапарды тоқтатқан жөн дейді. Өйткені қатерлі вирустың ошағы Ухань қаласында 230 қазақстандық жас білім алады. Дәл қазір карантин жарияланған қалада 98 студент елге шыға алмай қалған. Ақтөбе облысының тұрғыны қызымен байланыс ұстап жағдайына алаң болып отыр. Дочке звонил казахстанский посол с Пекина. 2 күн бұрын қызыма Пекин қаласынан қазақстандық елші хабарласып, қал жағдайын қандай көмек керектігін сұраған. Одан соң маған да қоңырау соқты. Жағдайдың барлығын бақылауда ұстап отырғандығын, студенттерге көмек көрсетіп жатқандығын, уайымдамауымызды айтты. Екінші күні студенттерге маска үлестірген, қызуларын өлшеп жағдайларын сұрап, мұндай кезде өздерін қалай ұстау керектігі туралы нұсқаулар берген. Дүкенге шығып азық-түлік дәрі-дәрмек маска алуға рұқсат екен. Алайда көптеген сауда орындары жабық, тек сөрелері босап қалған, супермаркеттер ашық екен. Дәріханада тіпті масканың құны бірнеше есеге өскен. Мысалы, 2 күн бұрын қызым бір масканы 1600 теңгеге сатып алған. Ну, это понятно, был карантин, первый день. Бүгінде тек әлем жұрт емес, Қазақстанның тұрғындарында үрей қашып отыр. Білесіздер, Шығыс Қазақстан облысы, Алматы облысы, Алматы қаласы да бақылау күшейтілді. Одан қалды, жаңа кеден, қорғас кедені жабылды. Одан қалды, байқасаңыздар, бізде қазір түрлі мессенджерлерден әртүрлі ақпараттар келіп жатыр. Ең біріншісі, жаңағыдай бананды алуға болмайды дейді. Екіншісі, Қытайдан келетін тауарларды ұстамау керек, өйткені одан коронавирус жұғып қалуы мүмкін дейді. Осы ретте маман ретінде Жұмабек аға айта кетіңізші, жалпы одан қауіптену мүмкін бе? Жалпы ол қауіпті ме ол бізге? Оған негіз жоқ. Негіз жоқ. Дәрі-дәрмек жеміс жидектен, немесе жұрт пайдаланатын заттардан, базар арқылы келетін, немесе почта арқылы келетін. Оны егер басқа бір затта ауырған адам киіп, мысалы, үстіндегі заты болса киімі, онда басқаша. Пайдаланған зат болса. Атақ жаңа заттардан вирус беріледі дегеннің ешқандай негіз жоқ. Жалпы халыққа бұл кім бұндай ақпарат таратшы, кімге керек деп ойлайсыздар? Бұлай халықты дүрліктіру, үрей туғызу, вирустың бары бар, бірақ ол әлі Қазақстанға келген жоқ. Келген жоқ, бірақ осылай тауар арқылы келеді дегені қаншалықты миға қонымды түсінбей отырмыз. Оның енді мен ойлаймын, бірінші негізі бұның басты шығу тарихына есетін болсын, бұл коронавирустар адамдарға мына жәндіктер, жыландар, қыбырлағандардан жұғылуы мүмкін. Жарғанаттар арқылы негізге басқа ауру көздері солар болып табылады. Шынында да табиғатта. Солардың ортасында айналыста жүрген заттар ғой, вирустар ғой бұлар, коронавирус деген үлкен топ бұл. 39-дай түрлері белгілі адам зат баласына. Соның бір түрі болғаннан кейін солардың арасында енді адамға жұғып, қазір адамның арасында өзінің күшейіп алды. Қазір күшейгеннен кейін адамнан адамға жұға бастады. Адамнан адамға жұға бастады. Негізгі жаңағы тарату қауесеттің негізі жаңағы теңіздің тағамдары дейміз ғой жаңа. Соны баста сонда істеген адамдар ауырды. Білесіздер, бұл ауруды желтоқсанда басталған болады. Иә, желтоқсанда басталған. 20-30 күнде жармай болды, алысып келе жатқан. Алысып кетті. Қазір 100 күнге кетіп қалды. Естіп жатсыз, мыңға кетті қазір. Сол уақытта бұл сол кездегі теңіздің жаңағы көтерме сауда орнында пайда болғаннан кейін жұртқа ойлады, мына тағамдар арқылы Қытайдың тамағын жесек тарайды деген. Негізгі бірінші негіз сол ғой деп ойлаймын.
Жалпы, құрметті көрермен, егер де коронавируске қатысты сұрақтарыңыз бар болса, республикалық колл-центр жұмыс істейді, 1406-ға хабарласып, кез келген сұрақтарға жауап береді, мамандар дайын. Жалпы осы қауіпті дерттің алғашқы белгілері қандай, неден қауіптену керек? Бұл ең қауіптісі да сол, біріншіден біздің адамдардың арасында таралмаған. Жаңа бірінші рет таралып тұр, осы штамм. Екіншіден, бұның кәдімгі респираторлық аурулардан айырмашылығы жоқ дейді. Орбиға ұқсас. Бірдей басталады, бірдей. Сол температура, қызудың көтерілуі, жалпы әлсіздік, сол жөтел, сол жаңағы демікпе, сол тыныс алу органдарының зақымдануы, қиындауы, сол бірдей. Ғалиш ханым, айта кетіңізші, жалпы біздің неге осындай дақпырт ақпараттар таратады, неге бізді дүрліктіру, үрейлендіру осы басым, неге, не себеп деп ойлайсыз? Жалпы қандай да бір психологиялық, бір ауытқу мүмкін өзін бір көрсету ма, қалай ойлайсыз? Жоқ, қараңыздар, жалпы бір жерден бір қорқынышты нәрсе шықты деген кезде, дүние шықты деген кезде адамдардың бәрі қорқа бастайды. Адамда қорқыныш сезімінің болуы қалыпты нәрсе, ол болу керек әр адамда. Егер қорқынышы жоқ адам болса, содан қорқу керек сондай адамнан, иә. Бірақ адам қорқыныштан үрейге апармау керек. Қорқыныш үрейге ұласқан кезде адам өзіне жоғалта бастайды. Яғни өз-өзіне көмектеспейді, қайта зиян келтіреді. Мысалға бір мысалды айтайық, бір жартастың жиегінде келе жатырсыз дейік, иә. Жартастың жиегінде келе жатырсыз, сіз төменге қараған кезде сізде үрей пайда болатын болса, сол жерде сіз өз-өзіңізді егере алмай қалатын болсаңыз, табиғат сізді не істейді? Табиғаттың энергиясы сізді құлатады төменге қарай. Ол жеңілірек. Ал сіз сол сәтте қорқып, бірақ та өзіңізді сабырға шақыратын болсаңыз, сіз өзіңізге көмектесесіз де, әрі қарай сол жартастан аман есен өтіп кетесіз. Сол секілді, жаңа сіз айтып отырған тарату, әңгімелер тарату, бұл бір адамдарға бір жарнама керек болғаннан дегендіктен емес, бұл сол жаңағы қорқыныштан кейін үрейге ұласқан адамдардың жарнамасы. Яғни үрей, өзінің бойында үрейі бар адамдар жаңағыдай қылып таратып, дүрліктіріп, адамдарды өзінің артына сол үрейленетін адамдарды ерткісі келеді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл нәрсе үрейменен адамдар бір-біріне көмектесе алмайды. Сіз қорықтыңыз ба? Қорыққаннан кейін үрей деген бағытқа бармауыңыз керек. Сіз сақтық деген бағытқа баруыңыз керек. Сіз қорықтыңыз, яғни сақтық шараларының бәрін жасау керек. Енді халықтың арасына ол ауру келіп қалған жағдайдың өзінде, Қытай өйткені біздің теңіз арасы жатқан жоқ, Қытай жақын мемлекет. Жақын болғаннан кейін мүмкін осындай жақын мемлекет, жаңағыдай тауарлар келу керек деген ол адамдардың өздерінің басына келетін нәрсе. Біз сол Қытайдан келетін адамдардан немесе заттардан шығуымыз мүмкін ба деп сұрақ бастан туады да, мүмкін деп әрі қарай жауабын адамдарға таратып жібереді. Айтыңызшы, Жұмабек аға, жалпы осы жалған ақпарат таратқандар ұсталды ма? Ол енді біздің құқығымыздағы нәрсе емес, бірақ ол негізі тексеріледі. Тексерілді, еліміздің соңғы заңдарына бойынша ақпарат жөнінде жалпы құқық қорғау органдарының міндеттеріне жатады. Ол міндеттерде халықтың арасында және зиянды жағын тигізіп тұр бұл. Мысалы, көп адамдар жаңа айтып отқан адамдар бір топ қана қорқынышты берілген топ қана осыған беріледі. Жалпы халық берілмейді бұған. Қараңызшы, соңғы деректерге жүгінсек, 2000-ға жуық адам жұқтырып, оның 80-і қаза тапты. Тіпті коронавирус пайда болғалы Қытайдан Қазақстан 13 мың жолаушы кірген екен. Ертең дәл осы азаматтардың бойынан әлгі індет табылып, ол адамдардан адамға таралып кетпей ма? Енді дәл осы күнге біз енді қазір осы ауру шыққаннан бері біздің денсаулық сақтау министрі үлкен штаб құрып қазір жұмыс істеп жатыр. Осы жерде, күнделікті осы жұмыспен ғана айналысып отырмыз қазір біз. Келген адамдар қазір 18 мыңға жетіп қалды. Сол 18 мың адамның бәрі темір жол болсын, әуе жол болсын, бәрі де тексеруден өтеді. Термометрия дейміз ғой. Аурудың бірінші белгісі айтты қызу белгілер. Жаңағыда келіп түскен ақпарат, бас санитар Жандарбек Бекшин алдағы уақытта Қытайға біздің ең мықты деген эпидемиологтарды жіберуді көздеп отыр екен. Онда жалпы жаңағы вирустың мән-жайын анықтау, оның қаупін зерттемекші екен. Ол жаңағыда осы брифингтен шыққан болатын. Жалпы енді ол кісінің ойы болай, бұл үкіметтің қабылданған шара қаулысы емес. Ол кісі біз енді ол жер ортақ адам баласына, ауруды ортақ. Болашақта өзіміздің халқымызды сол аурулардан сақтау үшін біз осы аурулармен оқып үйренуіміз керек. Өзіміздің мамандарымызды дайындауымыз керек. Және біздің эпидемиологтар ең соңғы эпидемиологтар емес дүниежүзіндегі. Өте маңдай алды орыс мектебінің түлектеріміз эпидемиологияда. Жақсы мамандар. Олар да ол жерде бар өз пайдасын тигізе алады. Және тағы айтады. Жалпы біздің халық шүкір жорғалаған, жаңағыдай қыбырлаған, жыбырлағандардан ада. Біз жылан жемейміз, шүкір, жарқанатты жемейміз. Жалпы байынша қарап тұрсам, таза халық болған кейін біз тек таза тағамдарды тұтынамыз. Сондықтан да оның қаупі алыс қой, алыс деген үміттеміз ғой. Бізде ондай енді
тұрмысымызда жоқ біріншіден. Екіншіден, ояқта барған студенттер де мен ойлаймын, бұндай тағамдармен Былай әуестенбейді. айтайықшы, кешіріңіз сөзіңізді бөлдім. Былай айтайықшы, мынау коронавирус ауруы қандай да ауру біздің елімізге жақын қалды деген кезде, адамдар қорыққан кезде мен ауырып қалады екенмін деп қорықпайды, бірінші кезек тура кетеді ғой, өледі екенмін деп қорқады. Өлімнен қорқады. Кешіріңіздер, өлім ешкімге айтып бермейді. Өлім жас таңдамайды. Өлім уақыт таңдамайды. Сондықтан оны шешетін пенде емес, адам емес. Адам соны бірінші кезекте түсіну керек. Сондықтан сабыр сақтау керек. Бұл бірінші маңызды нәрсе адамдарға. Екінші маңызды нәрсе, бұл жағдай бізге келеді ау деп қорқынышты күтпеу керек. Сіз күтесіз қорқынышты, үрейді, жамандықты. Ол қорқыныш сізге магнит сияқты тартыла береді. Бір темірдің ұсағына жабысқандай. Өзіңіз тартып аласыз. Сондықтан да сабырға келіп, ал және тағы бір айтатын нәрсе, өз-өзіңізді алдамауыңыз керек. Мен бұл аурумен ауырмаймын, басқалардың бәрі ауырса да деп айтпау керек. Және өз-өзіңіз есігіңізді жауып, адам кіргізбей отырмайтын дағы әрекет жасамау керек. Айтыңызшы, жалпы біздің қазақ қоғамында анти-Қытай қалыптасқан ұғым, ол мына вирус одан бетер бір синофобия секілді келмей ма? Қараңыздар, бір жақында ғана бір нәрсе оқыдым. Қытайлар қазақтарды түрмелерінде қинап жатыр еді, Алла тағала оларға осындай науқас жіберді деген қауесет тарап жатыр да, кішкене дұрыс емес. Себебі ол адамдардың ішінде, өліп жатырған адамдардың ішінде енді кешіңіздер, шейіт болып кетіп жатыр дейді ғой, сол кісілердің арасында бала да бар, басқа да бар. Қытай болса да халық, ел, олардың арасында адамға зияны жоқ адамдар бар, басқа адамдарға. Сондықтан олай тұжырым жасауға болмайды. Біріншіден бұл үлкен қате пікір, және бұл адамдардың арасын ашу. Адамдардың арасына араздық туыр. Біз бір жер бетінде тұрғаннан кейін қай ұлттың адамы болса да бір-бірімізден тату болуымыз керек. Татулық маңызды. Енді жаңағы айтайын деген нәрсем, өз-өзімізді алдаумен де айналыспауымыз керек. Мен ол аурумен ауырмаймын, мен осындаймын, мен мықтымын деген нәрсемен де айналыспау керек. Ең бастысы нәрсе бұл жерде. Бұл ауру жақындады деген кезде, сол Қытай үлкен миллиарды бар халықтың арасында 87 адам қайтыс болды. Әрине бұл үлкен шығын, бірақ халық әрекет жасап жатыр. Мемлекет әрекет жасап жатыр, денсаулық саласы әрекет жасап жатыр, тоқтатудың амалын жасап жатыр. Ол халықтың арасында ол үкіметтің өздері де бар. Сол секілді, біздің елімізге де бұл сақтық шаралар басталып жасалып отыр. Халықта соған деген сенім болу керек. Бізде сақтанып отыр. Мысалға, сіздер жұмыс жасап жатсыздар, әрекет жасап жатсыздар. Тоқтатудың, жібермеудің әрекеті. Мына жерде мен мына мәселені айта кетейінші. Сол нәрсеге сену керек халық, Сосын ең бастысы, қара басыңды өзің сақтамасаң, сені кім сақтайды дейді. Үкімет немесе санэпидемиологтар үйіңізге барып, сізді барып қорғап бермейді. Халық қаншама миллион халық бар, Сондықтан ең басты сақтық шараларына іліп қойса, хабарлап жатса, айтып жатса, құлақ түріңіз. Міндетті түрде. Біз білеміз, сандарға сенсек, Қытай елінде қазір 10 мыңнан астап қазақ студенті бар екен. Ал жалпы инфекция ошағына саналатын Уханьда 100-ге жоқ студентіміз қалып отыр екен. Жалпы олардың хал жағдайларын біліп отырсыздар ма? Мысалы, қандай сақтық шаралары айтылып жатыр? Жалпы біздің енді мына біздің денсаулық сақтау министрлігі ол Қытай мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігімен тікелей хабарласып отыр енді. Олардың істеп жатқан үлкен шаралары, жаңағы карантин, Ухань қаласында салынған, оның айналасындағы, оның бәрін біз тікелей біліп отыр. Қанша адам ауырып отыр қазір, қанша адам өлімде, қанша адам ауыр жағдайда. Осының бәрі көңілді. Бірақ жеке студенттердің саны біздің құқық немізге жетпейді. Ол сыртқы істер министрлігінің жұмысы. Біз білеміз, ол кісілер кеше мемлекет басшысы Маминнің кеңесінде отырып, өздерінің тапсырмаларын алды, және оларды үлкен шаралар, оларды қайтару жөнінде президент пәрмен берді. Пәрмен берді, шаралар сонда ұйымдастырылып жатыр. Енді ол студенттердің де өздерінде де бір жауаптылық болу керек. Біріншіден, біз сол елдің заңына бағынамыз. Карантин объявить етті ме? Карантиннің өзінің заңдары бар. Контакты болмау керек ауырған адамдармен. Жалпы жаңа естіңіздер ғой, масканың өзі 1600 теңгеге сатылып жатыр екен. 2700 адам ауырды деп жатыр үстінде. Сол 2700 адамның ауырған адам, тіркелген адамдардың қайтып соның біреуімен болса да контакты болмау керек. Және контакты болатын болса, ол міндетті түрде 14 күнде сіз жібермейді. 14 күнде ол жасырын уақыты. Сол уақытта бірінші клиникалық белгілер пайда болады. Солар болмаған уақытта ғана ол кісілер елге қайтаруға рұқсат береді. Жұмабек мырза, мынандай мәселе болып отыр. Жалпы мына Қытай журналистерінің жазбасында Твиттерді оқып едім бағана, індет мутацияға ұшырап күшейе түскен дейді. Ертең оған қарсы тұру тіпті мүмкін болмауы мүмкін дегендей болжамдар жасалуда. Қаншалықты рас? Оны мутацияға ұшырайтындай сондай вирус заңдылық негізі бар. Мына психолог емделе ме ол өзі? Әрине емделеді.
Емделеді. Айтпақшы, Непалда, Қытайда емделген азаматтар бар. Емделіп шығып жатқан адамдар вот кесе. Оларға қандай қарсы бір вирус қандай? Ол кәдімгі сіз гриппен адамдар өліп жатыр шынына келгенде. Қандай вакцинасы? Ол иммунный системаңыз дұрыс болу керек бірінші. Сіздің өзіңіздің салауатты өмір сүретін дейді, денсаулығыңыз оған қарсы тұра алатындай күшті болу керек. Ең бірінші. Екіншісі біз вирустан қорықпаймыз. Вирустың салдарынан қорқамыз. Оны уақытында ем алмаймыз да, мен сенбей соны асқымтып алып, өкпенің, бүйректің істен шыққан уақытында барамыз, өлім содан келіп жатыр. Айтыңызшы, осы жерде сақтық шаралар, оны алдын алу үшін халық не істеу керек ең бірінші? Ол мүмкін нәрсе. Бірінші, аса мүмкіндік болмаса, аурудың ошағы болғандықтан Қытайға барудан бас тарту керек. Соның ішінде мына аурудың тура көзіп отқан Ухан және оның айналасындағы қалалардан. Түпкілікті. Тіпті болмайтын болса барады ғой. Екіншіден, мына біз сондай жерлерде барсақ, міндетті түрде көпшіліктің жиналған жерлерден қашыңқырап жүруіміз керек. Сосын маска киюді адамдармен автобуста жүресің барған кезде. Жалғыз өзің жүрмейсің. Жалпы қазір Қазақстанда тіркелмеген, бірақ десе де маска киіп жүр керек дейсіз ғой. Сол жаққа барсаңыз, сіз міндетті түрде маска киіп жүруіңіз керек. Оны және 3 сағат сайын алмастыратындай жақсы маскамен, жай емес, дежурный маска. Мынау қазіргі адамдардың қиындығын нарыққа айналды жүрген адамдарға айтқым келеді. Соған байланысты мен айтып отырмын, маска неге көбейтіп кетті, бағасы көбейтіп кетті. Ол енді адамдардың психологиясы әртүрлі. Біреуге жаны ашып жағдайын айтып отырсаң, қалай қорғау жөнінде. Екінші бірі осы мәселені пайдаланып табыс тапқысы келеді. Материалдық жағы бір бөлек. Бағасы 3-4 есе көбею мүмкін. Құрметті көрермен, коронавируске қатысты қандай да бар сұрақтарыңыз болса, республикалық концерті жұмыс істейді. 14:06-ға хабарласып, мамандармен тілдессеңіз болады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, сақтансаң сақтай демекші, мамандардың кеңестеріне құлақ түріңіз, қымбатты көрермен. Жарнамадан кейін елді әдепсіз қылығымен шулатқан әкім қаралары мен өзге де мемлекеттік қызметкерлер жайлы болмақ. Арнадан алыстамаңыздар.